Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Мен кәдімгі ноутбугымда осылай отчет жасап жатырмын. Полный вирустардан. Енді осыны қалай жасау керектігін сіздерге айтқым келіп тұр. Ең бірінші ноутбугымызды қосасыз да, мына ішінде клавиатурадан Windows деген тауып аласыздар. Windows деген клавиатурадан тауып аламыз. Және осыны басып тұрып, біз ағылшынша мына R деген клавиатурадан басып аламыз. Мына басып тұрамыз және R-ді бірге басамыз. Сонда біз ноутбугымызды мынандай ашылады терезе. Және біз ағылшынша көріп соға MRT деп, MRT дегенді басамыз ағылшынша. Және интер басамыз, окей деп. Біз күтеміз, енді бізге ашылады. Мынада терезе ашылды, мен осыны да деп басамын мышкамен. Енді күтеміз, терезе ашылады бізге. Міне, бізге терезе ашылды. Қарасаңыздар, міне, далее деген басамын мен тағы. Яғни бізден средств удаления вредоносной программы Windows деп шықты. Далее басамын. Және мына жерге полная проверка деп тұр. Соны басасыздар и мына жерге далее деп жібересіздер. Далее басасыздар. Сонда сіздерде мынандай терезе ашылады. Мына жерде выполняйте полная проверка деп тұр. Соңына шейін барғанда бізге ең соңына отчет жібереді. Көрсеңіздер, шығып жатыр. Жаңа 16:47 бастадым. 37 минут кетті. Яғни осы ноутбуктың түгел ішінен қарап тазалап жатыр. Достар, егер видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өздерің ноутбугыңызға немесе компьютеріңізге жасап көріңіздер. Рахмет.